Ассалаумағалейкум достар. Міне бүгін 2025 жылдың бірінші подкастын түсіргелі отырмыз. Енді бірінші подкаст ерекше болсын деп бір ерекше тақырып таңдадық. Дін және медицина. Енді көп қозғала бермейтін, бірақ өте актуалды тақырыптардың бірі негізі. Енді жалпы бұл тақырыпта көпшілігіміз айтамыз ғой, нақыл сөз бар. Шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді. Сондықтан осы дін маманын, медицина маманын шақырып осы жерде негізгі актуалды сұрақтарға жауап іздейміз ба деп жатырмыз. Жастарға әсіресе керек болуы мүмкін. Сондықтан қазіргі уақытта жалпы танымал дін маманы өздеріңіз сүйіп тыңдайтын ұстаздарыңыз Нұрсұлтан Рысмағамбет ұстазымызды шақырдық. Қош келесіз Ақжайық өңіріне. Рахмет, қош көрдік. Осында енді бір жақсы дүние түсіреміз ба деп жатырмыз. Дін маманы болғасын сізді шақырып, ислам тарихынан да сұрақтар қозғайтын боламыз. Сонымен қатар енді медицинаны оқыған сол бағытта мамандық иесі Бисенғалиев Қасым Мақсотұлы өзіміздің жергілікті Орал қаласы көпбейінді ауруханасының хирург дәрігері, эндоскопист. Қош келесіз сізде. Қазір енді уақытта жалпы адамның денсаулығы өте маңызды, соның ішінде жастардың денсаулығы өте маңызды. Осы бойынша сұрақтарды өрбітсек, жалпы бірінші мен мынадан бастағым келіп тұр. Жалпы дін, медицина жалпы сол кезінде мұсылмандардан бастау алады деген тарихта ақпараттар бар. Осы сізге тарихшы ретінде сізге осы бірінші сұрағым, жалпы мұсылман ғалымдары жөнінде айтып өтсеңіз, осы медицина тұрғысынан дамытқан, соған өздерінің жолдарын тәрк еткен, яғни білімдерін салған деген сияқты. Аллаға мақтаулар болсын, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Ақжайық өңіріне қош келіп қалдық. Қош келдіңіз. Бізге таңсық жер емес, Аллаға шүкір. Бұл жерде бірнеше рет қонақта болдық. Қонақжайлықтарыңызға Алла разы болсын. Енді сұраққа оралатын болсақ, әлбетте барлық нәрсе өзі кез келген нәрсенің бастауы бар ғой өзі. Тек бұл нәрсе Алла ғана жүрмейді дейді. Сондықтан да бұл медицинаның да басы ілгеріде. Енді мен бірден тарихына кіріспей тұрып, медицина пайғамбарымыздың заманында болды ма? Нәрсе келетін болсақ. Өйткені пайғамбарымыз уахи арқылы істелінді ғой көп нәрселері. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында медицина болды. Міне осыдан өзі бір нәрсе басталу үшін, даму үшін, ол бірінші кішкентай нәрседен басталады, содан ары қарай ол нәрсе дамып. Мысалға телефон шығатын кезде де бірінші мынадай телефондар болды ғой, дәу, бүйтіп көтеріп жүреді. Ол бірнеше 100 метр ғана жерді қамти алады деген сияқты. Кейін міне осындай дәрежеге жеттік, мұхиттың ар жағымен сөйлесетіндей. Әлем бір кішкентай ауыл сияқты болып қалды. Кез келген ақпаратты біліп отыр. Дәл сол сияқты медицина даму үшін де бірнеше ғасырлар керек болды, жылдар керек. Соның ең алғашқысы міне айтатын болсақ, пайғамбарымыздың заманынан саллаллаху алейхи вассалам бәріміз білетін хиджама. Қан алу деп айтамыз. Қан алу. Қан алу. Пайғамбарымыздың тағы бір ем домы болған, бұл отпен емдеу, күйдіріп емдеу деп айтамыз енді оны. Бірақ оны пайғамбарымыз жақсы көрмеген екен бұл нәрсені. Отпен күйдіріп емдеуді да. Бұл негізі бар медицинада. Қазірде қолданыста бар болу керек. Күйдіріп емдеуді жақсы көрмеген, бірақ не деп айтқан? Егер де осының орнын ауыстыратын, дәл осылай емдейтін, бірақ орнын ауыстыратын бір нәрсені тапсаңдар, сонымен емделсеңдер болады деп айтқан екен да. Бұл сөзді қараңыздар енді. Мына сөзден не ұғып жатыр? Егер шамаларың жетсе, бұл саланы дамытатын біреулерің болса, онда ары қарай дамытып алып кетіңдер деп жатыр да. Пасылғы былай. Осылай жол істеп береді пайғамбарымыз. Ол өзі бұл істің маманы емес. Ол айтты ғой, дүниелік істерде сендер мықтысыңдар деді. Бірақ енді ақыреттің, шариғаттың мәселесіне келген кезде, мен оны өзім Раббым арқылы шешем деді. Сондықтан да бұл істі бізге қалдырды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтті де бұл нәрсе арадан істей берді, дами берді. Сахабалар жараланған кезде, мынау енді ол кезде қылышпен соқсатын заман, күйдіріп емдейтін болған сахабаларды. Анау бір сахабаның өмірбаянында келеді ғой, 30 жыл ана іші мынадай ауру бар екен ғой, іші ісік болатын. Хусейн ибн Имран деген сахабаның өмірбаянында айтады, мынадай іші ісік болып кететін бірдеңе деген ауру бар екен, ұмытып қалдым атын. Т-дан келеді қазақшада бір. Сол аурумен ана кісі ауырған кезде ананың ішіндегі артық майларды шығару үшін соны кесіп, кейін соны отпен күйдіреді екен да.
сол отпен күйдірген кезінде ол кісіге періштелер келмей қоятын болған дейді да. Демек бұны жақсы көрмеген дейді отпен күйдіру, өйткені ол періштелердің азабы дейді да, жаңа азабында азаптайды. Сол үшін де оның орнын ауыстыратын нәрсе болса деп жатқан сол ғой, көрдіңіз ба? Ауыстыратын нәрселер Аллаға шүкір заманның дамуымен келуімен татауыр деп айтады, мынадай кезең-кезеңмен ақырында медицина өзінің шарықтау шыңына жетті. Бұл ислам әлемінде. Бұны бүкіл әлем мойындайды оны. Ең бірінші ислам әлемінде шарықтау шегіне медицина жетті. Бұл қай заманда? Бұл Аббасилердің заманында. Аббасилер деп мен сіздерге шамамен жылдарды айтып отырайын. Иә. Осы біздің заманымыздың, яғни 900 жылдарында. Тіпті кейбір ғалымдар айтады, осы біздің заманымыздың 860 жылында көзді алғаш зерттеген ғалымдар болған дейді, ислам ғұламалары. Көзді ашып зерттеген. Одан кейін Ибн Рази деген, Абу Бакр Ибн Рази деген үлкен осы медицина саласында шоқтығы биік, ең алғашқы кітап жазған кісілер солар. Адамдардың жаңағы дене бітімі, анатомия дейді ғой. Иә. Қалай құрылымы, жаратылуы бар. Одан кейін келіп имам Захрауи, жаңағы Захрауи бұл ең алғашқы мойынды тілген кісі екен, жаңағыдай ангина, бірдеңе деген сияқты. Сонымен қатар Захрауи көзге тұңғыш операция жасаған адам екен. Сол заманда, мен неше жыл бұрынғыны айтып жатырмын қазір, 1100 жыл бұрынғы нелерді айтып жатырмын, жағдайларды. Одан Захрауидан кейін имам Ибн Сина келді, өзіміздің міне жақын жерлесіміз Ибн Сина. Медицина. Авицина деп. Иә. Ибн Сина болып ең алғаш паразит бактерияларды адам бойындағы. Сонымен қатар ішкі аурулар, не дейді, онкологический аурулар дейді ма? Солардың барлығын алғаш зерттеп, кәдімгідей адамдарға не жасаған кісілер екен да. Міне осылай уақыт өте келе ақырында медицина бүгін мінекей қарыштап дамыды. Ішіңдегі қай жерінде не барға дейін түсіретін МРТ сияқты аппараттар пайда болды деген сияқты. Соны айтамын. Міне осындай дәрежеге дейін жетті. Иә, былай қарасаңыз да, мына информацияны, мына ақпаратты біз білмесе едік, егер де бір тарихта болмайтын болса. Біреулер айтады ғой, тарих деген ол бір қажет емес деген әңгімелер, бір қате әңгімелер болады да. Қараңызшы, қандай біздер мысалы мына әңгімені шынымен Авицина болсын, бана Ибн Сина болсын, Захрауи болсын, білмедік қой, жаңа естіп отырмық та, мысалы керемет ақпарат. Енді осы негізгі медицина діннің қарым-қатынасының ішінде ораза мәселесі. Неге? Бұл адамның денсаулығына байланысты ғой. Сондықтан жалпы қазір ораза келатыр, мына 9 күн қалды деп отырық оразамызға. Жалпы мысалға мен қойғым келген сұрағы, мына діндар емес, дінге өзінің діни рәсімдерін орындамайды, бірақ мұсылманмын дейді, ораза ұстайтын адамдар көп қазіргі уақытта. Солардың көбісі маған 20 күн бұрын, 25 күн бұрын жазып банағы кесте шықты ма оразаның деп кәдімгідей сұрайды да. Менен діндар адамдар сұрамайды. Діни рәсімдер істейтін адамдар, намаз оқитын адамдар сұрамайды. Сол сырттағы адамдар сағынышпен күтіп жүр да. Соларға кішкене бір ақпарат болсын деп, жалпы Рамазан айын берекелі өткізу үшін неден бастауымыз керек деген сұрақ. Осыны бір ашып берсеңіз. Қалай дайындауымыз керек берекелі өткізу үшін? Берекелі өткізу үшін, иә, Рамазан айын. Енді бұл біріншіден мынадай нәрсе ғой, оразаны негізі кім болса сол ұстай алмайды. Яғни Құдайға шынымен берілген адам болмаса бар ғой, оразаны 30 күн бойы ұстап шығу да оңай емес. Өйткені кейбір адамдар кейбір күнәларын тәрк етуге тура келеді да. Оны кім істей алады? Оны шынайы Құдайға берілген адам істей алады. Енді оразаның нағыз берекеті керек дейтін адам пайғамбарымыздың хадисінде келіп тұрған нәрсе ғой. Оразаның берекетін алғысы келген адам, жалпы өмірдің берекетін, онда ол адам сәресіздікке тұрсын дейді пайғамбарымыз айтады. Рамазан келе жатыр, өз-өзімізді қазірде мына кеш ұйықтайтын адамдар бар ғой. Солар ұйқыларын реттеп, қазірден дайындалса, егерде сәресіге тұрып, сәресіде берекетті алып, ары қарай аузын бекітіп деген сияқты. Енді тектен тек айтылған жоқ қой дейсіз да? Бекер емес қой оның барлығы. Сәресіде берекет бар деді, демек берекет бар. Ол қандай берекет? Оны білмейміз біз енді ар жағынан. Бірақ ол өміріне келетін берекет пе, әлде оның құлшылығына келетін берекет пе, әлде оның денсаулығына келетін берекет пе? Денсаулығына да адамның берекет кіруі мүмкін да. Берекет деген не? Ол денсаулыққа кірген. Ол касратул айш, ол адам ұзақ өмір сүруіне себеп болуы мүмкін. Өйткені пайғамбарымыздың хадисінде келіп тұр ғой, ораза ұстаңдар да денсаулықтарын жөндеп алыңдар деп жатыр. Демек оразада саулық. Өзі қазақта да сөз көп күшті сөздер бар, не дейді? Жаңағы аштан өлмейсің, астан өлесің деген сияқты сөздер бар. Ауру астан, дау қарындастан деген сияқты сөздер бар. Бұның барлығы осы алдын алатын нәрсе. Бірінші ұйқыны реттеу, екінші сол
сәресіздікке тұру, кейін жаңағы оразада бұзылмайтын амалдардың жаңағы жолдардың барлығын білу, не нәрсе оразаны бұзады. Өйткені бұл құлшылық ретінде де қарау керек болған. Дұрыс, біреулер денін саулығын жөндеп аламын, андай неғып аламын деп тұтады. Біреулер Алла разы болсын деп тұтады. Біреулер тағы бір мақсатта тұтады. Әртүрлі мақсаттар бар. Бірақ енді соның ішінде Алла разылығы үшін ден саулығын жөндеп аламын десе де болады да. Сауапты да, деніңді де жөндеп алуға болады да. Екеуін қатар алуға болады. Сол үшін Рамазан айы келе жатыр. Көп жастар қазір мен білем, ұйқылары бұзылып кеткен көбісінің. Түнімен ұйықтамайды жастар. Сөйтеді де сәресте тіреп атады ұйқыны. Нағыз берекет алатын кезде олар не істеп атады? Берекеттен қағылып жатады. Пайғамбарымыздың екінші бір хадисі көмекке келеді осындай кезде. Бурикали уммати фи букуриха деген. Менің үмметімнің таңында берекет бар дейді. Ол ана сәресісі бар, оның таңы бар. Рамазанда алынатын берекет көп негізі бар ғой. Алла өйткені ашады. Бүкіл рахым есіктерін ашады. Азғырушыларды бекітеді, жаңағыдай кісендейді деген сияқты. Сол үшін де осындай берекеттерді алу үшін таңнан басталады барлығы. Осы Рамазанның таңдарына, сәресілеріне өте сақ болуымыз керек екен. Рамазанды дұрыстап өткізу үшін, берекетін алу үшін. Керемет жауап, рахмет. Аштап бердік жастарға. Ұйқысы бұзылған жастарға. Ұйықтамайтындар, ертеде ұйықтаңыздаршы, айналып. Насихат болсын деп қойып отырмыз ғой. Енді Қасекеңе қояйық, маманға, дәрігерімізге. Жалпы ораза ашығуды медицина жалпы қалай бағалайды? Ашығуды, оразаны яғни. Енді жаңағы Рустам ұстазымыз басын керемет бастап кетті. Жалпы ашығу деген нәрсе ол медицинада бар. Кез келген саласында деп айтсақ та болады. Себебі ашығу арқылы адам өзі ғана, аузы ғана ашығып немесе қарны ғана ашықпайды емес, ол бүкіл клеткалық деңгейде ағзада ашығу процесі жүреді. Ашыққан кезде әуел басында стресстік жағдай сияқты. Себебі күнде ішіп жүрген тамағын бір сәтте ішпей қалған кезде адамның ағзасында стресс пайда болады. Екінші кезеңінде енді ол ағзадағы күнделікті қорытып жатырған тамақтар түспей қалғаннан кейін ағзада жаңағы компенсациялық механизм дейді, яғни болып жатқан жағдаятқа ағза өзі басқа жолдарды іздей бастайды, басқа қоректерді іздей бастайды. Сол қоректерді мынау клетка аралық аймақтарда қалып қойған артық заттар немесе жаңағыдай оған дейін керексіз болып қалған нәрселер деген сияқты сол қоректік заттарменен клетка өзі қоректене бастайды. Яғни ағзаға ауыз арқылы тамақ түспейді, бірақ клетка аралығында әлі де болады запаста. Сол нәрсені жаңағы клетка өзіне қоректену арқылы жалпы ас қорыту жүйесі емес, клетка аралық аймақтардың өзі де тазару процесі жүреді. Ол енді жаңалық емес, бұл осыдан қателеспесем бір 5-6 жыл бұрын жақын уақытта бұл үлкен бір жаңалық ретінде де бір қателеспесем Қытай ғалым болу керек қазір. Авторына атыма түспей тұр. Ол кәдімгі ғылыми жұмыс ретінде өзі қорғап та жауап ашқан болатын. Осы жаңағы процесті. Енді жаңа мұсылман болғаннан кейін енді оразаның тарихын жалпы ата бабамыз естиміз ғой, кезінде ораза ұстаған деп, жаңағы аузынан иіс шыққан деген сияқты айтады. Сол иіс шығу процесінің өзі де сол жаңағы ашығу процестерінен келетін бір кезең. Мына сахары көтеріліп кеткен адамдарда кейде болады, жаңа кетоцидоз дейтін жағдай болады. Сол кезде ауыздан жаңа тәтті дәм шығады, тәтті иіс шығады. Бөлмеге кіріп келген кезде сол процесс жүріп жатқан адамнан иісінен ақ уже айыруға болады. Сол иіске татитындай бір иіс шығады осы жағдайда. Бұл енді кетоцидоз деп айтылады. Яғни ағзада ашығу процесі жүрген кезде өзінің қоректік заттарын клеткааралық жүйеден өзі тауып пайдаланып жатқан кезде қосымша запастар ғой. Шлактар шығады, ол өкпе арқылы шығады сыртқа қарай. Сол кезде осы нәрселер ауыздан жаңағындай кішкене тәттілікке жақын бір иіс шығады. Мысалы, ораза кезінде жаңа ауыздан иіс шығады деп айтады. Бәрімізде де бар ғой. Дінде жаңағы ол иістің өзінің қандай әтірден де жақсы деп айтады. Сондай деп сипатталып келеді мысалға. Оның барлығы да осындай жаңағы ашығу процесінен келетін. Өзіңе тәтті болып тұрады бірақ сол әлбетте. Жұрттан аузыңды жасырғанмен өзіңе жаңағындай ғой. Енді бұл жерде ұзақ уақыт ашығу бар, немесе уақытша ашығу бар. Мысалға күнбе күн тамақ ішпей жүрмейді ғой оразада. Яғни сәресінде тұрып оразада аузыңды бекітеді, ауыз ашар кезінде ашасың. Сол аралықта қана шыдау керек болады да енді. Жаңағы маман ретінде айтып жатқаным ғой. 4-5 күн қатарынан аштық тамақ ішпей жаңа төсек тартып жатпайды ол адам. Кешке соны қайттан қалпына келтіріп, қоректеніп, күшіңді жинап алып алады. Просто обед қаза болады, тек енді обед қаза болады. 5-ші ай деген сияқты сондай қалып қойып жатады. Бұл жерде ана 30 күн дегенде сыр бар ма? Сол ашығуда 30 күн деген
оразаның 30 күн болуында деген сияқты ондай қандай нелер бар екен? Жалпы 30 күн енді бұл енді аллаға мәлім деп қалдырғанымыз жеңілірек болатын шығар. Иә, себебі нақты бір сол 30 күндікке шектелгенді білмеймін. Бірақ енді ғибратта бар шығар. Одан асып кетсе зиян болуы мүмкін шығар, мен деп ойлаймын. Себебі адамның ағзасының өзінің запасы болады ғой. Запасы. Содан кейін ары қарай адам уже қажуы мүмкін. Сондықтан бір ай деген жалпы енді жалпы адамзатқа ортақ бір не бір ай болып тұр деп ойлаймын да енді мен. Өйткені алла тағала айтып тұр аятта, алла пендесіне шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді дейді да. Өйткені денсаулығы әртүрлі адамдар бар да. Егер 40 күн десең онда ұстамай қоя салайын деуі мүмкін да. Сол сияқты 40 күн емес, 20 күн емес, ортасы 30 күн деп шариғаттың бекіткені де сол шығар деймін да. Енді кейде 30 күн, кейде 29 күн болып қалады ғой. Иә. Рамазан. Сосын тағы бір нәрсені естідім мен. Биыл 29 күн ғой. Биыл 29 күн, иә. Тағы бір нәрсені естідім. Енді ол әлемдік психологияда да мойындалған нәрсе дейді. 32 күнде адам дағдыланып кетеді екен. Кез келген нәрсені қайталап істей берсе, 32 күн жетеді екен дейді адамға. Мысалға, енді оразада біз көп нәрседен тыйыламыз. Иә, бір әдетті қалыптастыру ма? Үшін 21 лайф деген біз жобалар өткіземіз. 32 күн жеткілікті болады деп айтқан екен да. Демек, енді ораза бізде бұл жерде тек қана ашық емес қой. Дұрыс, енді кедейдің жағдайын түсіну, жаңағы ішінде сырлар көп. Иә, әрине. Біреу мысалға бір-біріміздің арамызда қазір дұшпандық туғызып жатқан әңгіме тасу деген сияқты нәрселерден де тыйылу бар оның ішінде. Ауызға екі ел ауызға төрт ел қақпақ. Міне сол адам бірден айтайын деп жатады да, қойшы оразам осы далаға кетіп қалар деп өзін тоқтатады да, сол тоқтатумен 30 күн жүрсе дейді да, кейін организм өсек деген нәрседен алыстай бастайды дейді да. Әдемі. Деген сияқты нелер бар екен енді оны. Енді мына оразаға байланысты қызық бір сұрақ келіп қалып жатыр. Дәрігерлер қазіргі уақытта көбісі ораза ұстайды, мен білсем. Жалпы сіздердің қызметтеріңізге қиындау емес па? Манағы бір адамдардың хирургия деген бір үлкен сауапты іс деп өзім ойлаймын. Бәрі де сауапты іс қой, бірақ хирургия деген жан адамның өмірі мен өлімнің арасындағы сәттерді себепкер болып жатады да. Жалпы сіздердің әріптестер арасында ораза ұстау айтып жіберсеңіз қалай? Жалпы енді аллаға шүкіршілік қой, біздің қазақ болғанымызға, ұлтымыздың қазақ, түбіміз түрік, дініміз ислам деген сияқты. Жалпы енді таңсық нәрсе емес, мана айтқанда енді ата әжелерімізден, әке шешелерімізден естіп келе жатырмық қой. Сондықтан бізде де жасырын емес, енді мамандарымыз қазіргі мына біздің буын келе жатырған мамандар көбі ұстайды оразаны. Және де мына теріс бір қағидат бар, жаңағы дәрігер болса бәрі ішеді деген сияқты бір жаман бір не бар ғой, стереотип дейді. Иә, бәріміз солай ойлайтын. Сол стереотип мына қазір бұзылды десем де болады. Себебі қазір мына біздің келе жатқан буындар, яғни 90-нан сәл 5 жыл былай да былай деген сияқты. Ол мамандардың мен өзім қарап отырсам, енді анау бір ішімдік ішіп салынып жатқан, немесе бір әуестікке айналдырған, немесе темекіге құмарлық танытып жатқан мамандар кемде кем қазір. Ол да шүкір. Жалпы өзімнің ортамда да енді дәрігерлердің көп бөлігі ұстайды. Ораза ұстайды. Иә. Енді жұмыстың, енді әлбетте әрбір жұмыста қиын. Мысалға мен сіздің жұмысыңызды немесе Нұрсұлтан ұстаздың жұмысын істей алмауым мүмкін, бірақ өз жұмысыңа келгенде тиянақтылау боласың да, бірақ енді қиын деп айтуға болмайды деген ғой енді. Жалпы әркімнің өзінің жұмысы өзінше қиын. Енді біздің қиындығымыз енді тікелей адаммен байланысты болғаннан кейін, яғни адам бізге қиын емес, өте қиын сіздердің. Өмірі ғой енді, біреудің өмірі ғой. Сол ғой. Адам бізге не қуанып, не бір жақсы жаңалықпен шалып келмейді да бізге. Не басына бір іс түскенде, немесе жаңағы өлімше болып келгенде ғана келеді. Сондықтан біздің жұмыста жаңағы кейінге шегелту деген нәрсе сәл жоқтау бізде енді. Мысалға отаға дайындау керек болады. Енді чисто өзіме тікелей қатысты айтатын болсам, келген науқасты жаңағы тез тексеру жасап, отаға алып кету керек болады. Отаға кіріп кеткеннен кейін ол сәтті болса 1 сағатта, болмаса 4-5 сағатқа созылып кететін кездер болады. Енді сол бір қиындықтарды есептесең, ораза ұстау қалай болады екен деген негізі ой болады. Бірақ соған қарамай енді айналам ортамдағы дәрігерлер бәрі ұстайды. Және мына ауызашар уақыт енді операцияда кейде тұрасың, өтіп кетіп жатады ғой. Сол кезде жаңағы бірге ораза ұстап жүрген әріптестеріміз шалып келіп жаңағы масканы түсіріп, су ішкізіп жіберіп, кинодағыдай екен ғой кәдімгідей. Құрманың бөлігін әкеліп жаңағы аузыңа салып жіберіп, дұғаңды сол жерде айтып, жеп жаңағы операция жалғастыра береді. Ораза осылар, машалла. Сондай қызық сәттер болады енді. Енді ол неге айтып жатырмын, енді қиындықсыз нәрсе жоқ. Жалпы енді адам саналы түрде де физикалық тұрғыда қиындықпен шыңдалады ғой. Сондықтан ораза қиын екен деп, ол қиындықтан қашу қажет жоқ ау деймін. Негізі мынадай нәрсе бар сияқты да. Хадистерде де келеді ғой енді.
Күллүн муяссарун лима хулиқа лаху дейді да, кім қалай жаратылса соған ол нәрсе жеңіл қылынған деген нәрсе. Иә. Енді бұл кісінің саласына мен кіретін болсам, ол мен көтере алмауым мүмкін да, менің жүрегім слабыйлау болуы мүмкін, қампан көргенде өзім құлап жатырмын мүмкін деген сияқты да. Бұл кісі мына жаққа деген сияқты, сіздікін біз істей алмаймыз. Сондықтан кейбір адамдар айтады, мен осы ел басына таңғаламын да, кейде ше, ана сапар, мына сапар, самолет, өмірінің жарты самолетте деп жатыр да. Шаршамай ма деймін да, еще ол мемлекеттік сыртқы мәселе бар, ішкі мәселе бар. Қалай бұл уақыт қалай жеткізеді десем, Құдай тағала адамның сол іс әрекетіне қарай оған жететін күш береді екен ғой. Алла тағала адамның сол ісіне қарай жететін күш береді екен. Мына кісі аузы берік болса да, істеп жатыр ғой енді. Соған сай жететін күшті беріп қояды екен Алла тағала. Ол мейлі аузы берік болса да. Аллаға тәуекел етіп аузы бекітті. Енді ар жағы өзі Алланың несінікі ғой енді. Құзырындағы нәрсе. Сосын маңызды нәрсе орта енді. Орта шешеді ғой. Көп мағына шығады. Енді барлығымызға табандылық берсін, қай салада. Әмин. Иә. Енді осы ораза келді ғой енді. Оразада біздер жалпы көп адамдармен кездесеміз жұмыстан, ақпараттық түсіндіру жұмыстан жүргіземіз, діни сауаттылық дұрыс түсінікті қалыптастыруға жалпылама шығып жатамыз. Сол кезде мына мектеп арасындағы ораза ұстау мәселесі көп көтеріледі. Оны айтпай кетуге болмайды. Неге? Қазіргі уақытта бір мұғалімдердің қарап тұрсақ, мұғалімдердің балалардың ораза ұстауына қарсы емес. Бірақ олардың ораза ұстағаннан кейін былық-сылық жүруі, ұйықтауы, сабаққа келмей апай менің қарным ашып тұр деуі, оларды манағы ораза не керек онда деген ойға әкеліп тұр. Бұл жерде Нұрсұлтан ұстаз, сіздің сол жас өспірімдерімізге бір насихатыңыз, оразаны ұстап, дұрыс дінді көрсету үшін деген мақсатта қойып отырмын бұл сұрақ. Қайталап айтамын, біздің мұғалімдеріміз, жалпы адамдар ораза ұстауға көпшілігі қарсы емес. Бірақ ол сабаққа дайындалып отыр мүмкін, олимпиадаға дайындалып отыр мүмкін. Сол кезде оның кішкене күрт төмендеп кетуіне наразылықтар болып жатады. Осыған жасөспірімдерге не айтар едіңіз? Балаларымызға, қыздарымызға. Енді бұл мынадай нәрсе, бұл жерде енді балиғаттың мәселесі бар біріншіден. Енді балиғатқа толмаған бала болатын болса, ол шариғатымыз одан білесіздер, қалам 3 адамнан көтеріледі деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, біріншісі балиғатқа толмаған кісіден. Балиғат жас нақты неше жастан неше жасқа дейін? Енді ол әркімнің балиғатқа жету қазір әртүрлі болып тұр ғой. Иә. Заманымызда. Бірақ енді біздің муфтият бекіткен балиғат жасы бар деп ойлаймын. Мен ол бір неден көрдім, ұмытып қалыптым, бірақ 15 жас па сондай. 14-15 жастың аралығында. Демек бір 10-шы класс, 11-шы класс шығар. Енді бірақ нақты бүйтіп бәрін айта алмайсың көпке, өйткені әртүрлі. Қыз бала ерте толып қалуы мүмкін балиғат. Әркімнің физиологиясы дейді ғой, әртүрлі. Бірақ енді бұл жерде бізге бұл мәселе емес, бізге мына мәселе маңызды болып тұр да. Мен жаңа әдейі сөздің басында айтып өттім, берекет бар, не үшін жастарға деп айтып өттім ғой. Түнімен ұйықтамайды ғой, бұларда проблема сол болып тұр да, көрдіңіз ба? Ұйықтайтын кезде ұйықтамайды да. Өте дұрыс. Сосын сабаққа барып мен оразамын деп. Сен құлшылығыңды міндетсінуге ешкімге хақың жоқ негізінде. Құлшылық ол өзің үшін болды. Сені мен Құдайдың арасындағы нәрсе. Сен құлшылығыңды міндетсіну арқылы өзіңнің, сыныптастарыңның, жалпы исламның атына кір келтіріп жатсың. Мұсылманшылық осы екен деп ойлайды білмейтін адам. Бүйтіп ораза ұстағанша ұстамай қойыңдар онда дейді. Өйткені білім алу да парыз болып тұр ғой енді. Білім алу да парыз, мынау да парыз. Әдемі. Бірақ енді мынаған жету үшін мынаны не істемеу керек? Бұзбау керек. Мынаған жету үшін мынаны бұзбау. Екеуі бір-бірімен қатар алып жүруге болады. Егер де адамның ұйқысы дұрыс болса, ол ұйықтайтын кезінде ұйықтап, сәресіге тұрып, демалатын кезінде демалып, сабағын оқитын кезде сабағын оқып деген сияқты. Енді біз бұл жерде ешкімді құлшылықтан қайтара алмаймыз. Ол әркімнің өзі және ата-анасы шешіп жатқан нәрсе. Ұстаймын деген адам ұстайды. Сол ата-анаға қалдырамыз ғой. Ата-анаға қалдырамыз. Бірақ енді бұл жерде мынадай нәрсе ғой, жаңағы дінді жеккөрінішті қылып көрсету қазір осылай болып жатыр енді. Бұл жерде біз бүкіл баланы да тәрбиелей алмаймыз. Ол әркімнің санасы әртүрлі да. Мен оразамын, апай қайта берейінші, мен андаймын деп осылай нәрсені істеу арқылы бұлар осындай әңгімеге жеткізіп жатыр ғой. Бұл қайталана беруінен сол ғой. Мынадай сұрақ. Мұндай сұрақ жоқ. Бұрын жоқ еді ондай сұрақ өткен. Ал енді Құдайдың жеңілін қара. Мына қарасаңшы. Жыл өткен сайын Рамазан артқа қарай не істеп жатыр, 10 күнмен қайтып келе жатыр, Аллаға шүкір. Биылғы Рамазанда күн қысқа, түн ұзақ. Март айы мысалы, наурыз айы. Енді сенің міндетсінуге ешқандай хақың жоқ, көз болды.
Обедке дейін сабағыңа шыдап берсең болды, түстен кейін бір демалып ал. Сөйтіп жаңағы, бірақ енді сабақтың үстінде не істеуге болмайды, құлшылығыңды міндетсінуге болмайды. Ол апайда ораза негізі. Ол апайда, бірақ мен балалар оразам кішкентай демалып алайын деп тұрған жоқ. Негізі мынадай ғой, сылтау, қашудың сылтауы, ол бір жалқау оқушылардың әрекеті негізінде. Өйткені мен білем, бір ораза айында умраға жылғында болып қалдық. Енді мен уағызшы болғаннан кейін бірнеше компанияға уағыз айтуым керек, аузым берік. Бір компанияға 1 сағат, 1,5 сағат уағыз айтасың, железно ол. Одан кейін екінші компанияға бартқан кезде не істеп тұрады, батарейкаң отырып тұрады. Бірақ қойшы демейсің де, ар жағында тағы да не істейсің, оларға да тағы да сабақ бересің. Үшінші компания тұрады, оларға сөйтіп жүрген кезде ауыз ашардың уақыты келеді. Мен ана жерде бірінші компаниядан кейін мен шаршап тұрмын деп жатсам болады. Менде де бар жалқаулық деген сипат. Бәрімізде де бар ондай. Бірақ ана не аманатты сезініп тұрмын да мен. Аманатты сезініп. Дәл солай оқушыларда әке шешесінің аманатын, білімнің аманатын, мұғалімдердің, мектептің аманатын сезіну керек. Дінді жеккөрініш көрсетпеу үшін өздерінің құлшылығын естеуге тырысу керек, барынша жасыруға тырысу керек. Мен ораза едім деген әңгімені доғару керек болды. Мен ораза едім деген әңгіме қашан айтылады білесіздер ме? Мен ораза едім деген әңгіме біреуге желкеңнен алып бетіңнен ұрып атқан кезде айтылады болды. Мен шаршап отыр едім, ораза едім деген әңгіме негізі осында уақытта айтылады. Ана совет үкіметінің кезінде бір мына біздің теңіз жақта, Арал теңізі ғой, енді бізде теңізде бір совет үкіметінде не болды ғой, ораза ұстау рұқсат болмады. Сол кезде есімде аталардың, шалдардың айтып отыратын әңгімесі, Дайрабай деген ақсақал болған. Дайрабай мен атым тұқым, сондай бір кім болса да бір ақсақалдың атын айтты. Солар дейді, аузы берік күйде балық аулап, вагонда балық тасып сөйтіп ататын. Ана бетрамалды теңізге батырып, басына түртпішті қылып салқындатып қояды дейді. Бірақ оразамын деп айтпайды дейді. Білдіртпейді дейді ешкімге. Ананы ораза емес сияқты деп ойлайсың, жұмыс істегенін көрсең дейді. Оразамын деп айтып көр дейді ана жерде. Болды дейді, жұмыстан қағыласың дейді. Заман қазір қандай болды енді? Керісінше. Оразамын деп айтсам босатады деген сияқты ондай емес, міндетсінуге болмайды. Сондықтан да осы мәселеге де қарау керек. Жастарға жақсы насихат болды деп ойлаймын. Әрине кейбіреулер дұрыс түсінбей қалып жатады. Сол түсінікте болып тұр. Иә, сондықтан түсінікте болып тұр. Жақсы түсінік қалыптасып, жастарымыз мықты, парасатты, білім қуған деген мақсат қой біздікі. Білімді де, иә, рухани өзіңді дамытып. Жастарымыз әрине қазір көбейіп жатыр ғой, дінге бет бұрса. Біздің алаңдататын сұрақ, осы жастар егер де 180-ге өзгеріп, керемет апайларын да сыйлап, мұғалімдерін де қатты сыйлап, ата-аналарын 180-ге өзгеріп кетіп, керемет сыйлап жатса, ол керемет. Нұр үстіне нұр ғой. Міне осы ислам ғой. Иә, міне ислам. Жастардың көбісі қазір сол бағытқа барып жатыр ма? Міне сұрақ, бізді алаңдататын осы негізі. Сондықтан қойып жатқан сұрақтарымыз ғой. Енді Қасекеңе сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі жастар мода қуады. Өзіміз жас болдық енді, мойындау керек. Мода қуады, бастарына жұқа киеді, мынандай салқында қазіргі уақытта жұқа киініп жүру, бастарын жалаңаш ұстау. Мен қанша қазір мына көшеде жүргенде көрем оқушыларды. Осыларға бір өзіңіз маман ретінде не айтар едіңіз? Жуып алып шығып кететіндер бар ғой. Иә, жуып алып шығып кететіндер бар деген сияқты. Иә, енді білместікпен істейтін болар. Иә, жастар сөге бермейміз ғой, бірақ насихат ретінде. Иә, әрине. Жеңіл киініп шықса суық тиетін, денсаулыққа зиян келетінін айтқанда енді барлығы да біледі ғой. Осыдан сәл алдыңғы айтылған сұрақ мәселе бойынша енді бізде медицинада мындай не бар, принцип бар, не навреди деген, то есть зиян келтірме деген. Яғни дәрігер қандай да бір маманмен, науқаспен жұмыстанар алдында ол диагноз қою болсын, операция жасау болсын, ем тағайындау болсын, негізгі принцип жаңағы зиян келтірмеу. Яғни қандай да бір сенің тағайындап жатырған еміңнен пайдасы аз болса да ем зияны келмеу керек. Мына сіздердің жаңағы айтып отқан жасөспірімдердің ораза ұстау мәселесі де негізі соған саяды ғой. Ол өзіне біріншіден зиян келтірмеу керек, екіншіден айналасындағыларға да зиян келтірмеу керек. Өзіне зиян келтірмеу дегені қазір енді бізде қалай айтылады, оразаға дайындық болу керек. Қазіргі заман жаңағы айтып отырсыз ғой, медицина дамыған деп. Барып, бір ай бұрын УЗИ-ден өтіп алсаң, өт жолдарын тексертіп алсаң, ФГДС деген нәрсе бар, асқазанды қарату. Сол нәрселердің барлығын өтіп алып барып, дайындықпен кірсеңіз, оразаны аман-есен өткеріп шығуға болады деп ойлаймын. Себебі бізге жаңағы
ораза кезінде бізге де жаңағыдай өзіміздің мамандарымыздың арасында оразаға жаңағы жиіркенішті демей ақ қояйын, бірақ теріс ой болып қалатын жағдайлар болады. Ол мына ораза ұстап жүр едім, жаңа кешкі ауызашардан кейін ауырсыны ұстап қалды деп келетін науқастар көбейеді бізде. Ол жаңағы оразаға дейінгі дайындығы нашарлау демей ақ қояйын, бірақ та білмей қалған сырқаттары ашығу кезінде емес, ауызашар кезінде ауыз толтыра небір нәрсені жегеннен кейін барып приступ ұстап келеді олар. Яғни ода асқазан жарасы болуы мүмкін, ұйқы безінде жаңағы проблема болуы мүмкін, өт жолдарында тас болуы мүмкін. Сөйтіп келіп кешкі уақытта толтырып тамақ ішкен кезде жаңағы тасы қозғалады, немесе жарасы тесіледі, немесе асқынады, сөйтіп приступ ұстап бізге келеді. Осыны өзінің айтатын не, жаңағы ораза едім, ауыз ашқан кезде осындай болып қалды. Сөйтсін енді оны қарап жатқан ораза ұстамай жүрген адамдарға жаңағыдай не бар екен, сөйтіп өзін қинап деген сияқты бір ой пайда болып қалады. Теріс ой пайда болады дейсіз де бұл жерде енді зиян келтірме деген нәрсені ол өзіне зиян келтіріп тұр, біріншіден. Екіншіден, ораза деген нәрседен басқа мамандарды қашырып тұр. Сондықтан зиян келтірмеу деген нәрсені оразаға дайындық алдында бір жақсылап ойланып алу керек. Сауаттылық пен білімділік керек қой. Пайданы тигізбесең де, пайданы тигізбесең де өзіңе зиян келтірмеуің керек. Екінші, енді жаңағы суық кезде бас киімсіз жүру деген нәрседе енді ол енді түсінікті нәрсе деп ойлаймын өзім. Енді салқын кезде әлбетте басын ашық жүретін болса, менингит, энцефалит деген сияқты неше түрлі мидың қабынуына алып келетін сырқаттың түрлері бар. Емі бар ма олардың? Емі бар ғой. Бір қиындау да. Пайда болған емнің, сырқаттың емі әртүрлі ғой. Себебіне байланысты басталады ғой ем. Енді қабыну процесінде антибиотик егіледі деген сияқты. Ол енді жеке менің хирургияма тікелей қатысы жоқ, бірақ та енді қазір көптеген сырқаттың емі бар ғой. Бірақ ең негізгісі ол жаңағы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Сондықтан да ол қазіргі жастар енді қазір негізі жастар заман өткен сайын ақылдылық болып келе жатыр негізі. Себебі жаңа айтамыз ғой, біз 4-5 жаста біздің істемеген нәрсемізді қазір 4-5-тегі бала телефонда ұстай алады, сөйлей де алады, барлық нәрсені істейді. Сондықтан олардың ақылдары жоқ емес, барлығы әуестікпен кетеді ғой жаңа. Әуестік, сән құмарлық деген сияқты. Шашын жіберсем әдемі болып жүреді, бас киім кисем басым басылып қалатын сияқты деген сияқты. Оның барлығы да ақыл мен парасаттылыққа байланысты. Дұрыс, иә. Бірақ енді мынадай нәрсе де бар ғой. Жас кезде отпен шоқпен адам білінбей қалады да, кейін сол тұрмыс құрғаннан кейін үйленгеннен кейін шығып жатады. Қазір көп бедеулі деген сияқты мәселелер да, ауру, жеңіл капронмен қыстың күні жүру деген. Оның бәрі әсер етіп жинала береді деп енді естігенмін ғой мен. Кейін сол үйленгенде шығады дейді да. Сөйтіп ақырында не болады? Анау әйелі күйеуін түсінбейді, күйеуі әйелін түсінбейді. Сенен, менен, сенен деп ақыры соңы ажырасуға келіп болады. Сондықтан өкінішке орай сондай болып жатыр. Жалпы ажырасу мәселесі біздің жатта Қазақстанда көп деп айтып жатыр статистика. Ол да бір жақсы дүние емес. Сондықтан әрбір семьяға береке, бақыт тілейміз. Жалпы адам ауырған кезде ем іздеуі, ем іздесе Алланың тағдырына қарсы шықтым ба деген сұрақ бар. Яғни Құдай маған ауруды да береді, шипаны да беретін Құдай. Сондықтан сондай бір түсініктегі адамдар бар негізі. Ауру береді, значит шипа береді деп жату ғой. Иә. Машалла. Емделмеу, докторға бармау деген. Бұл жерде қоса кетейін, вакцина мәселесі де бар. Өте актуалды болды коронавирус кезінде. Қазір енді актуалдығын жоғалтқан жоқ. Бірақ дегенмен, мына жалпы дін вакцинаға қарсы ма? Сұрақ. Неге десеңіз, мына Қасекеңде қостайтын бар, дәрігерлердің көп айтатыны, діндар азаматшылар вакцинаға егілмейміз дегендей, банағы дініміздің рұқсат етпейді деген сияқты сондай бір ойда жүріп айтады да, бізді шақырады түсіндіру жұмыстарына. Осы жалпылама халық ертең көреді ғой. Осы бойынша сұрақ, жалпы вакцинаға дін қалай қарайды? Енді бұны Қасекең жауап беретін шығар қазір. Вакцина мен дін мәселесі. Бірақ енді жалпы ауруды айтайын. Ал бірінші сұраққа. Ауырып жаңағы жатады ғой енді адам. Алла шипа береді деп тағдырға, бұл тағдырма жазылған нәрсені көремін. Бұл өте қате түсінік. Бұл аяттағы өз-өзіңді өлтірмеңдер деген нәрсеге келеді. Яғни ол адам өз-өзін өлтіріп жатқан адамның қатарында жатады да. Ешқандай ем іздемей. Пайғамбарымыз хадисінде айтып тұр ғой. Ауырсаңдар ем іздеңдер, Алла әрбір аурудың емін өзі түсірген деп. Хадисте келіп тұр ол.
не істеңдер деп жатыр, іздеңдер. Іздеңдер. Яғни жатыңдар деп жатқан жоқ. Біз құдайға шүкір медицина мықты дамыған заманда көп қой, міне қазір өзіміздің жаңағы нелер бар, Тибет медицинасы дейді, анау дейді, мынау дейді. Жалпы қай жерде шипа болуы мүмкін, соның барлығынан адам ізденуі шарт, ол міндетті. Иә, баяғыда анау бір неде келеді ғой. Енді шипа Алладан деген нәрсені түсіндіре салайыншы. Иә. Шипа Алладан, бірақ себеп бізден болады. Мұса пайғамбар баяғыда ауырыпты дейді іші. Енді бұл оқиға нақты ма нақты емес пе білмеймін, бірақ осылай бір қиссалар да келеді. Іші ауырған кезде сонымен Раббысына айтты, Раббым, мен жаңағы ішім ауырып қатты не қылып жатырмын деп. Сонда Алла тағала, Мұса, пәлен деген таудың түбінде түген деген шөптен қайнатып соның суын іш дейді. Сөйтеді де Мұса пайғамбар соны барып ішті дейді, жаңағы әкеліп қайнатып. Сонымен жазылып кетті дейді, сап дейді. Енді кейін іші тағы бір уақыттан кейін ауырды дейді да. Сөйтті де жаңағы жерге қарай барды да шөпті алып әкеліп қайнатып ішті дейді. Одан сайын ауырды дейді іші. Сонымен қайнатып ішеді дейді, одан сайын ауырады дейді іші. Сонымен айтты дейді, Алла тағала мынау әсер етпей жатыр, одан сайын ауыртып жатыр деп жаңағы шөп қайнатып баяғы іш деген. Сонда Алла тағала, Мұса, сен бірінші ауырған кезінде шипаны менен тілеп шығып едің дейді да. Екіншінде шөпке барып байландың ғой дейді да. Аурудың шипасын беретін мен едім ғой негізі дейді да Алла тағала. Міне, шипасын беретін мен едім деген нәрсені дұрыс түсіну керек осы жерде. Алла шипа беруші, бірақ сен не істеуің керек? Себебін іздеуің керек. Ал егер жаңағыдай алма піс аузыма түс деп жатып, одан өліп кетсең, онда ол өлім ауыр өлім болып есептелуі мүмкін. Өз өзіне қол жұмсағандай болуы мүмкін да ол өлім. Сондықтан да бүкіл ауруды берген Алла оның шипасын берді. Оны іздеу керек. Ол мемлекет ассаң да не істеу керек? Іздеу керек. Ал енді мен вакцина мәселесін оны қатты білмеймін. Егер шынымен де сондай, егер де ол дұрыс, әрине енді вакцинаға да қазір неше түрлі көзқарастар бар ғой. Иә. Мүмкін ол дұрыс болуы мүмкін. Мына вакцина дұрыс емес деп айту дұрыс болуы мүмкін, бірақ дұрыс вакциналар, яғни адамның денсаулығына көмектесетін вакциналарға дін не дейді? Жаңағы нәрсе ғой. Иә. Шынымен де мамандар солай бекіткен болса, егер оны бізде Аллаға шүкір муфтият бар. Я муфтият сол саланы зерттеген болса, медиктермен қосылып бірге сөйтіп барып үкімін шығарған болса, онда ешқандай мәселе жоқ дейсіз да? Қарамағынан мамандар бар ғой жерде жұмыс істеп бар, иә. Рахмет. Енді жалпы Қасекеңе қойық, жалпы жастардың арасында көп таралған аурулар, одан қалай сақтанамыз? Мысалы, сіз хирургия саласындасыз, мүмкін хирургия саласына айтарсыз өзіңіз салаңыздан. Жастар көбіне осындай ауруға ұшырап қалып жатыр, өкінішке орай. Бұдан сақтаныңыздар дейтіндей айтарыңыз бар ма? Жалпы дәрігер ретінде айтатын болармын енді, себебі хирургиялық сырқаттар көбіне жедел болып қалады, оны ешкім күте алмайды. Оған жаңағы ұзақ уақытпен келмейді, біздің сырқаттар көбіне сондай аяқ асты болып қалады. Жалпылама айтатын болсақ, енді қазіргі таңда заман дамыған сайын оның екі ұшы бар да, зиян жағы бар, пайдасы да бар. Көп енді өзімізде бала өсіріп отырған әкеміз ғой көбімізде. Иә. Қазіргі заманның дертенді гаджеттер ғой, телефондар. Соны бір пайдалы жағын пайдаланып, сені зиян жағынан қашу керек пе деп өзім ойлаймын. Себебі қазір көздің мәселесіндегі проблемалар көп. Үнемі жақын қашықтықта затты қарау арқылы көздің бұлшықеттері босайды деген сияқты. Алыстан көру қабілеті төмендеп кетеді. Одан кейін қазір мынау темекі деген нәрсе бар ғой. Темекі. Вайп деме қалай дейді? Вайп. Белең алып отқан электронный ма? Электронный сигарет. Қара пиарда пиар дейме, бір айтсақ соны жарнамалағандай боламыз, бірақ айтпасаң тағы да екінші жағы бар. Жаңа мектептің бұрышына шығып алып шегіп тұратындар да болады енді. Бұның барлығы да енді былай айтқанда заманның дерті деп заманға ысыруға да келмейтін шығар енді. Сондай бір белең еліп жатқан сондай нәрселер бар. Былай айтқанда сырттан келіп жатырған жоқ, қолмен жасалып жатқан сырқаттар барлығы да. Бұл жерде енді жалпы ЗОЖбен немесе балалар мамандары енді кішкене менен гөрі тереңірек толығырақ айтатын шығар. Бірақ енді осы айтып тәмамдаған дұрыс шығар, себебі жеке менің бір айналысып жүрген салам емес екен. Бірақ енді насихат барлығымызда да ортақ қой. Ата-аналарына қарасу керек, өздеріне жауапты болу керек. Иә, дұрыс қой. Енді қазіргі уақытта энергетик
бана сусындар ғой, энергетикалық сусындар. Осы мәселе, осы энергетикалық сусындарды көп пайдаланады. Мен көріп жүрмін. Тіпті мына фитнесқа барып жүреді ғой, жаттығу залына. Сол кезде сол энергетик ұстап кіріп жатқан жастарды көремін. Осы энергетикқа жалпы не айтар едіңіз? Қазіргі мына көп видеоларды көріп жатамыз. Жастардың ауырып жатқанын шығарып жатады. Осы негізгі процесі қалай сонда? Не әсер етіп тұр оның ішінде, энергетиктің ішінде? Зат алмасуды күшейтеді ғой негізі. Зат алмасу процесін күшейтеді. Жүректі тез соқтырады, ұйқы ашады деп. Негізі алданатын нәрсе. Жолда кетқанда шем деп. Естисің, біреулерге керісінше әсер етіп жатады. Немесе әсер етпейді деген сияқты. Сосын оның құрамында қант көп. Қант көп? Қант көп. Қант көп болғаннан кейін енді шекерде кез келген тамақ бұзылады ғой. Сол сияқты адам ағзасында шекер көп болған кезде бұзылады да. Қант диабетімен ауыратын адамдар неге көзі, бүйрегі, аяқ қолдарының шеттері шіріп кетеді? Ол жаңағы тамырдың қабырғасы бұзылғандықтан қан айналымы жоқ та, кейін шет жақтардан адам шіріп бастайды. Сол сияқты ол қант диабетіне әкелуі мүмкін. Енді көп нәрсе айта беруге болады, бірақ жеке мына кездескен нәрсені айтайын. Бізде қабылдау бөлімінде түрлі науқастарды қабылдаймыз. Сонда бір келіп жүрген өзім практикамда бір 2 адамды көрдім. Себепсіз құса береді. Себепсіз құса береді. Іші ауырады. Бізде панкреатит деген нәрсе бар, ұйқы безінің ауруы. Іштің орта бөлігі, сол жақ бөлігі ауырады. Негізі салмақ сол энергетиктерде көбіне бауырға, ұйқы безге түседі. Солардың жұмысы бұзылады. Сол адамдар енді көп энергетик ішкен екен. Былай қарасаң, жаңағы 2 қаланың ортасында жүремін, күніне 4-5 ішіп қоятын кездер болады дейді. Түнде ұйықтамай жүріп, түнде де іше береміз дейді. Сонда енді былай айтқанда келеді, қараймыз, жедел хирургиялық сырқат жоқ, жаңағы операция қажет емес, бірақ себебі түсініксіз бір құсу. Себебі түсініксіз құсу. Адам құса береді. Енді құса бергесін адам аузына тамақ та іше алмайды. Түскен тамақтың бәрін сыртқа шығарып тастай бересің, сөйтіп адам жүдей береді, ақыр соңында жаңағы қу сүйек болып қалады. Былай қарасаңыз, бауырды емдесем де, ұйқы безін емдесем де ол сырқаттан арылмайтындай болып қалды мысалы. Мен өзім кездескен сондай бір 2 адамым бар. Сондықтан енді шейін деп ойлап жүрген немесе күндіз-түні ішіп жүрген адамның құлағына алтын сырға деп айтайын. Мүлде жылаудың қажеті жоқ. Жаңағы әзіл қылып айтатын бар ғой, жаңағы. Былай айтады. Горилла ішіп маймыл болғанша қымыз ішіп айғыр бол дейді ғой. Сол сияқты енді маймыл ұқсап ана жерде жатып. Қымызды да абайлап іштейді. Әсіресе балқыз ба? Ол да енді бөлек тема. Бірақ енді қымыз қанша дегенмен әйтеуір биеден шығатын әйтеуір таза табиғи сусын ғой. Ол да дұрыс, оны да қарау керек. Қатты ашып кеткенде де жаңағы сыра қылып ниеттеп ішіп жүргендер де бар. Қыздырады екен, әңгіме соқтырады екен деп. Оны да қарау керек әлбетте. Құрамаңнан айырылып қаласың дейді. Ол зиян келтірмей керек қой өзі. Енді дұрыс, керемет жауаптар алып жатырмыз. Бана сіз Нұрсұлтан ұстаз айтып кеттіңіз ғой, жалпы пайғамбарымыздың кезіндегі емдеу тәсілдері. Соны жалпы пайғамбардың сүннетінде емдеу тәсілдері қазіргі заманға пайдаланатындай, мына хиджамадан бөлек, мүмкін ислам тарихында естігендеріңіз болса айтсаңыз. Енді мынадай, жаңа айтамын деп, осы жерге айтайын деп тұрған болып тұрмын ғой демек. Тұрған себебім. Ат-Тиббун Набауи деген кітап бар. Пайғамбардың медицинасы деген. Ибн Джаузидің жазған кітабы бар. Шамамен осыдан бір 600 жыл, 700 жыл бұрын жазылған кітап. Яғни медицинаның дамыған, шарықтау шегіне жетіп қалған кезіндегі сол замандағы жазылған кітап. Яғни шамамен айтайын сізге, бұл кітап Ибн Синалардан кейін 400 жылдан кейін жазылған. Ұмытпасам 400 жылдың аяқ-аяғында жазылған. Демек сол кітап бір кемел кітаптардың бірі деп есептеуге болады. Оның ішінде жаңағы не бар еді? Инбермен емделу. Онымен қатар қист дейді ғой жаңағы. Сөзіңіз аузыңызда коронавирус кезінде имбир деген көтеріліп кетті ғой. Жаман көтерілді. Сол қистпен емделу, құрмамен емделу. Тағы не бар бізде? Аштықпен емделу жаңағы. Аштықпен емделу. Сонымен қатар не деп айтатын еді? Тімен деп айтады ғой. Тімен. Тімен. Пайғамбар хадистерінде де келді ғой. Өлімнен басқасының барлығында шифа бар еді. Бірақ енді оны қалай ішемін мен оны? Аузыма тығып іше беремін ба әлде? Мен сол кітапта
барлығы пайғамбарымыздың сүннеті бойынша көрсетілген. Керемет. Мына ауруға мынадай мөлшерде мынадай уақытта ішесің, мынаны қайнатып ішесің, мынаны қайнатпай ішесің деген сияқты осындай жазылған кітаптар бар. Пайғамбарымыздың Керемет. сүннетіндегі емделу әдістері. Міне. Мен тақтан келген десе Айша анамыздан пайғамбарымыз ауырған кезде қалай емделген, қасында жүрген Анас ибн Малик деген сахабадан содан жеткен хабарлар бойынша кітап жасақталған екен да. Міне керемет. Құрметті көрермендер, естідіңіздер ғой. Қазақшасы да болу керек ол кітаптың. Пайғамбар медицинасы деген. Міндетті түрде оқу керек екен. Міндетті түрде оқу керек. Ақпаратыңызға рахмет. Енді осы сұрақпен подкастымызды тамамдаймыз ба деп тұрмын. Қазіргі уақытта намаз оқитыны болсын, оқымайтыны болсын, кальян деген дүниеге құмар. Кальян. Осыған медицина не дейді, дін не дейді кальянға? Екеуі де қарсы. Жалпы қабыну мәселелерін Қандай ауруларға қандай ауруға апарады? Бұл темекіден ауыр деп мен естідім, енді оны нақты білмеймін, бірақ темекіден ауыр емес. Атын ғана біледі екен былай. Маған жауап берген емеспін деймін. Енді әлбетте ол тыныс жолдарына кіретін болғандықтан түтінді нәрсе. Ең әуелі ауыз қуысын кілегейінен бастап кеңірдекпен, өкпемен одан ары қанға сіңіп барлық ағзаны улайды ғой. Бұны енді анау бір қатты білім мен ақыл қажет жоқ деп ойлаймын. Иә. Бұл зиян екені анық. Бірақ енді соған зиянына қарамай барады ғой адамдар. Сондықтан Мына діндар жігіттердің бұрқыратып отқанын көргенде кішкене енді ол басқа елдерде ол рұқсат болуы мүмкін деп айтады ғой. Бірақ біздің мана қазақ бауырларымыздың соның бұрқыратып отырғанын көргенде ойлап қаласың, ай денсаулығыңа зиян келтірдің ау деп. Сол үшін де қойып жатырмын, кальянды көп шегеді жастар. Қазір жастар көп отырады соған. Сондықтан егер ол денсаулыққа пайдалы болатын болса, енді ол мен ойлаймын, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекітіліп, дәріханаларда тұрар бет деп ойлаймын. Аптекада ма? Иә. Себебі олай тұрмағаннан кейін енді ол денсаулыққа пайдасы жоқ қой. иә. Сондықтан Темекіде аптекада тұрмайды екен ғой. сол ғой. Сыртында да жазып тұр зиян екені. Түсінген адам жаңағы. Енді діндар емеспіз, бірақ енді Құранда айтылады ғой жаңағы ақылды адамға үлкен ғибрат бар деп аяқталады аяттар. Сондықтан егер ақылың бар болса, өзіңе зиян келетін нәрселерден аулақ жүру қиын емес деп ойлаймын. Ана бір пачка темекіні бір жылқыға шектіреді ғой, құлайды ғой ана жылқы ше. Тәжірибе жылқының өкпесі шыдай алмай қалып жатыр дейді да, ана есінен там құлап жатыр. Адамның өкпесі, мен ана естідім, кальянның ішіндегі ана несін білмеймін ғой, құрамында не бар екен, темекінің несінен көп дейді жаңағыдай мөлшері. Сол үшін де оның әсер етуі темекіден де қатты дейді да. Енді тез өлтіретін нәрселер болып тұр ғой. Енді ол аятта келіп тұр, оның арыс беріс тарқылайтын ештеңесі жоқ. Аятта айтып тұр, өз-өздеріңді өлтірмеңдер, өмірді қысқартады деп жатыр, ол болды. Енді бір таза қызық кезең келеді ертең мысалға да. Қазір білінбей жатыр ғой, қызың бой жетіп тұрмысқа шығатын кез келіп жатыр, балаң келін әкелетін кез келіп жатыр. А сен өміріңді сонымен қысқартып қойғансың да, сондай қызық шақтарды көретін кезде өмірден өтіп кетіп жатсың да. Көп рахмет. Бірталай әңгіме болған сияқты. Жалпы қазір медицинаның сұрақтарын отыратын болса, кешке дейін отыруға болады бұл мәселе бойынша. Сондықтан көп рахмет келгендеріңізге, сұхбат бергендеріңізге. Біздің халқымызға пайдасы тиеді деген ниетте жүргізіп жатырмыз. Құрметті көрермендер, достар, міне осындай сіздердің бір көкейлеріңізге жүрген сұрақтарға жауап алғандаймыз. Ендеше ары қарай подкасттарымызды күте жүріңіз. Қандай подкастта қандай тақырыпта түсіруіміз керек, комментарий жазсаңыз, біз соған барынша түсіруге талпынатын боламыз. Көп рахмет. Осымен тамамдайық. Қош сау болыңыздар.